Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін мен сіздерге малинаны қайнатпай-ақ қысқа сақтаудың ең тиімді жолымен бөлісетін боламын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Мен салған видеоларды бірінші болып көретін боласыз. Дәл осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, малина өз бойында керемет витаминдерін, сонымен қатар хош иісі мен дәмін сақтайтын болады. Малинаны көпшілігі жуады екен, мен жумадым. Керек емес мусорларынан барлығын тазалап, осылай қолыммен жақсылап мыжып алдым. Осылай мыжып болғаннан соң қантты әркім өз қалауынша қосады. Менде малинаның дәмі тәттірек болғандықтан мен кішкене 1 килограмм аз қостым. Сосын блендермен осылай жақсылап езіп алдым. Ал сақтауға мен осындай 1 реттік контейнерлерді пайдаландым. Бұлар бөліп пайдаланғанға жақсы. Өзіңе керегін алып, ертіп алып жасай бересің. Қыс кезінде керемет десерттер, бәліштер, қалған затыңызды осындай свежий күйінде малинаның дәмімен жасасаңыз өте пайдалы. Сонымен қатар шайға да қосып ішсеңіз өте керемет болады. Менің каналым өте пайдалы, кірсең шыға алмайсың. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пайдаңызға жарасын.